небәрі 3 қасық май зоб ауруын емдейді. Зоб ауруының белгілері: тыныс алу қиындайды, күрсініп барып демаласыз, дауыс қарлыққандай өзгеріске ұшырайды, аяқ астынан булығып қаласыз, жөтелгіңіз келеді, жұтынған кезде ауырлық сезімі пайда болады, басыңыз айналады, ентігу пайда болады. Міне осындай жайсыздықтар зоб ауруының басты белгілері болып табылады. Егер сізде осы белгілер байқалса, дәрігермен кеңесе отырып, арнайы ем шараларын қабылдаңыз. Оған қоса халықтық жолмен емдеу әдістерін ұсынамыз. Көкөністерден жасалған фреш: 2 данадан картоп, сәбіз, балдыркөкті немесе картоп, сәбіз бен қызылшаны алып, шырынсыққыштан өткізіңіз. Дайын болған 0,5 литр шырынды бір күнде ішіп тауысу керек. Емді 2 күнде бір рет ішіп тұрсаңыз, зоб ауруынан түбегейлі айығасыз. Алайда ескере кететін бір жайт: ем кезінде ет тағамдарын мүлде тұтынбаңыз. Бал қоспасы: бірдей көлемде қарақұмық балын, қарақұмық ұны мен ұнтақталған грек жаңғағын аласыз. Оны миксердің көмегімен жақсылап араластырыңыз. Аптасына бір рет 2-3 қасықтан жейсіз, артынан жылы су ішу керек. Емді 2 апта жүргізіңіз. Грек жаңғағы: ұнтақталған грек жаңғағы мен емен қабығын бірдей көлемде аласыз. Оны жарты стакан қайнаған сумен араластырыңыз. Дайын болған қоймалжыңмен қалқанша безге компресс жасау керек. Теңіз қырыққабаты: йодқа бай бұл көкөніс зоб ауруына керемет ем болады. Аурудан айығу үшін 1 ас қасық теңіз қырыққабатына бірдей көлемде творог пен грек жаңғағын араластырыңыз. Оған 1 тіс сарымсақ, кішкене тұз, татымына қарай өсімдік майын қосасыз. Бәрін миксермен мұқият араластырыңыз. Дайын болған емдік қоспаны 3-4 рет ас қасықпен күніне 1 рет жейсіз. Шетен: бұл жидек зобтың кез келген түріне пайдалы. Сонымен қандай түрін жесеңіз де ем. Десек те көлеңкеде кептірілген жидектің пайдасы молырақ. Ем үшін кепкен шетенді шай ретінде демдеп ішесіз. Ал балғын түрі болса, аздап қант араластырып жесеңіз де болады. Шетеннен әзірленген тосаптың да ауруға ем екенін ескеріңіз. Ал жапырағынан шай демдеп ішуге болатынын ұмытпаңыз. Оның да емдік қасиеті орасан зор. Бүгінгі шығарылым пайдалы болды деп ойлаймыз. Лайк басып, біздің каналға жазылып алыңыз. Келесі шығарылымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.